Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: «Маған бауырсақ пісіріп берші» дейді. Кемпірі: «Неден пісіремін? Көп болды, үйде ұн жоқ» дейді. Шал оған: «Әй, кемпірім-ай, сен қамбаны сыпырып, қырнап, осылайша қалған құтқан ұнды жина» дейді. Кемпірі қамбадағы ұнды жинап, тегіс домалақ, сырты қызарыңқыраған әдемі бауырсақ пісіреді. Кемпір бауырсақты суытуға терезе алдына қояды. Бір өзі жатып жалыққан бауырсақ жерге түсіп, әрі қарай домалай жөнеледі. Осылай домалаған күйі қалың орманға келіп, оған қоян кездеседі. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Бауырсақ: «Жоқ, мені жемеші. Мен саған одан да өлең айтып берейін. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым. Енді қоян, мен сенен қашам» деп қояннан қашып кетеді. Осылайша бауырсақ домалап келе жатқанда алдынан қасқыр шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Бауырсақ қасқырға: «Қасқыр, мені жемеші. Мен саған одан да өлең айтып берейін. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым. Енді қасқыр, сенен қашамын» деп қасқырдан қашып кетеді. Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, алдынан аю шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Бауырсақ қорқып кетеді. «Жоқ, аю, мені жемеші. Мен саған одан да өлең айтып берейін. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым. Енді аю, сенен қашамын» деп аюдан қашып кетеді. Орман ішімен домалап келе жатса, алдынан түлкі шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Бауырсақ түлкіге: «Түлкі, мені жемеші. Мен саған одан да өлең айтып берейін» дейді. «Мен атадан қаштым, мен әжеден қаштым» деп айтып жатырғанда, қу түлкі бауырсаққа айтады: «Бауырсақ, сен айтқаныңды менің естімей тұрмын. Менің құлағым нашар естиді. Қартайдым, сен одан да менің тұмсығыма тұрып айтып берші әніңді» дейді. Бауырсақ түлкінің тұмсығына мініп: «Мен атадан қаштым, мен әжеден қаштым, мен қояннан қаштым» деп жатырғанда, түлкі аузын ашып «Ап!» деп бауырсақты жеп қояды.